Да, шеф. Қайдасыңдар? Мы на месте. Короче, сол жердегі тауарды алсаңдар, тауар сендерге тиесілі болады. Түсіндім. Hey, so exotic, mommy, flawless, time and time again. I want it. You give me the go, and maybe I'll wake up a fucking artist. I remember days, but you gave me reason in my nightmares. I'm your favorite target. Guess I should've ended all after I realized I'm heartless. Tell me I'm the go. Я тыңдап тұрмын. Машина керек бір адам. Қандай? Қат жүретін. Жасаймыз. Азия Трейд Қазақстан компаниясы оңтүстік Кореядан сапалы әрі тиімді бағаға автокөліктерді 35-40 күн шамасында жеткіземіз. Бізден сізге өзіңіз қалаған автокөлік, жоғары сапа, тиімді баға, логистика қызметі және 1 жылдық сапаға кепілдік береміз. Сіздерге қандай көлік қажет? Камри. әлбетте көзіне кірмеймін өнерім ондай көнбеймін әжәкені бейшәфәй капаситет ондай аппарат қымбаттары тимейді сен бүгін байлығың жетпейді фейм мани өнер дене бәрі қан жұлдыздарға сәлем налыңа керек сияқты біздей жаңа ләжін Келдік, бауырым. 10 мыңға майда жоқ вообще. Магазиннен сықтай салайын ба? Жақын жерде магазин бар ма екен? Мына жерде магазин бар. Все, братан, қазір 5 минут келем. Ұзап кетпейсің ғой, я? Жоқ, келем. Мадис алмайғанда ше, братан. Не болатын еді, не ақша жоқ, не машина жоқ. Ұру керек еді оны жақсылап. Скылда. Тарбайсы. Жоқ. Не аласың оны? Ондай сүмелектерді ұру біздің қолдық емес ғой. Сен балдарың ба, Иә. Барып айтсай, бүгіннен ғана кіреміз деп айтты. Ақша табу керек та оған, бірінші төлейтін. Ойыннан өзім тауып берем. Точно ма? Иә. Келе жатыр ғой. Қайсыңдар? Қайда? Не қайда? Сен кесіріңнен квартирадан шығар жерді ғой біз. Квартираның ақшасы қайда? Біз жеге бір-екі тірлік болып қалды, конкретно. Бірақ бүгіннен қалмай кіреміз, ақшасын төлеймін өзім. Саған сенуден қалдық қалдың тірлігіңнен кейін. Әділ, 1-2 күнге квартира іздесей. Ойлықсан. А жоқ, крышадан іздеші, ол жақта алаяқтар. Хозяйка үйде ма? Иә, іште. Кет, жүрсіңдер, сөйлесек. Не үшін? Сөйлесеміз, жүрсіңдер, кеттік. Сазайын да заттар. Бір өзің кіріп кете бересің. Әкел. Қалайтын Жоқ, соң. Олейкум. Жақсы, өзің қалайсың, амансың ба? Жақсы, амансың. Сен үстіне бір кофта киіп алған, қызыл кофта, бас киім киіп алған бір жігіт өтіп еді ме жерден? Жоқ, байқамадым, мачо не тыныштық па? Ай, 10 мың теңге майлап келем, қазір келемін деп еді, онысы бардачы ашсам 10 мың теңге, ол да жоқ. Ол алдырып тұрған жоқ, просто күмәнда, соны күмәнданып тұрмын да. Байқамадым, братан. Көрмедің ба? Жоқ. Бүгін таксисттер айтып отыр еді, бүгін сходқа болады, бірдеңе деп районда. Оның не қатысы бар? Соған тиын керек па деп отқан шығармын, тиын алып кеткен шығар, ұрлап кеткен шығар. Қойыңыз, сізді қайдан айтпай. Осы районның баласы табылады бар адам. Өтпедің ба, көрмедің ба? Жоқ. Бопты, давай онда өзім іздестіріп көрейін ба? Жақсы. Продукт алады ақшам еді просто үйге. Көрсең айтасың ғой, айтып жүрсің, давай. Абайлап жүріңіз. Я, братан, сөйлесіп қойдым хозяйкамен.
бір-екі сағат ақша тауып келемін дедім. Че там қайдан аламыз? Не сызылып тұрсың сен адам нервісіне тиіп? Маған разница жоқ сен жігіттің бар ма жоқ. А так ешкімді упор көрмеймін, білесің ғой сен. О, Бородач! О, түлеш. Қалайсың, родной? Бородач, сразу темадан бастайын. Қаржылай ақша керек болып тұр бізге. Қанша миллиард? Бір 150 мыңдай керек. Так, жігіттер ортаға енді қосылып жатыр. Балаға қалдырмай көмектесем, бірақ бір дал жоқ сендерде қалады. Уайымдамаса, родной. Көше көрген жігітпін ғой. Қарыз оқамайын. Бүгін как раз касса жинағам районнан 140 мың. Мына жерде 150. Давай, если потом звонайын, иә? Аман қалайсың? Слышь, ертең туған күнді ұмытпаңдар, өтіңдер. Обязательно, родной. Все, Хабарласамыз, иә? хабар. Жіберіп қоясың адресті. Давай. Сөйтіп братчиклер айтады ғой. Братан, осындай. Все, братан, от души. Бірақ қайтарымы қалай болады? Қайтарым, уайымдама. Мен шаршадым, қатты бүгін. Ішке келіп, ұйықтаймын мен. Сен балаларына квартираның темасын шеш тез. Все. Балаларына айт. Давай. Жақсы. Хабарласамыз ғой? Давай. Қайда жүрсің бала? Жұмыстармен жүрмін. Не жұмыс ол? Азаннан кешке дейін үйде болмайтын. Айлық төленбейтін. Охрана ғой. Берден. Şimdi kim mamamında? Не іздеп жатсың? Бір жөн түзу киім іздеп отырмын. Охрананың киімдері жоқ оның ішінде. Ертең туған күнге баратамын ғой. Соған бір киім керек еді негізі. Міне. Қойшан ескі ғой. Несі ескі? Апа демақ. Қақтың алдың соң? Киттен. Қалаға не үшін келгенімізді ұмытпа сен. Ой, я. Тәте, осы соңғы рет. Бұдан кейін қайталамайды, отвечаю. Сөзіңде тұратын жігіт екенімді білемін, бірақ бұдан кейін кешіктіретін болсаңдар, менен жақсылық күтпеңдер. Болды, тәте. Сау болыңыз. Рахмет. Дерзкий түсіретін алар ше негіз. Ұзақ шығарады да просто. Спонсорлар жоқ па, бірге ғой сол. Не көріп отырсыңдар? Сыныптас қой, 2-ші сезон шығып. Жеге. Алдындағы үшін ай өтпеңдер. Жоқ, нормально бар. Келесі жылы квартира ақшасын өздерің төлейсіңдер ғой. Мен алдынаға беріп қоямын. Хорошо? Не болды, бәрі нормально ма? Не, нормально, брат. Қақтан білей түрлерің, амилай болып тұр. Бопты. Қоса жағасы. Асел, сені көрмегеніме біраз болыпты ғой. Саған арнаған жыр шумақтарым бар. Соны тартып өтуге рұқсат бер. Рұқсат. Райым, қараш, Аселге мынандай өлең оқиын деп отырмын. Ақ киімді, денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау. Болмайды мынау. Болмайды, мынандай ше. Қара. Сен шықтың арғылау бөлмеден, бұл жолда киіммен емес. Бұл да болмайды. Ойбай, ауыр ғой, өткенде бірақ ютубта айтып отыр еді, уағызда ше. Некесіз болмайды деп. Тем более, Мұқағали атамыз не ағазы кесе? Мұқағали атамыздың кітабын көрмедің ба не? Нені? Плюс 18 деп тұр ғой кітабын, бетін дұрыстап оқымайсың. Қош. Онда мынандай бар, қаш. Сезбейсің ғой, сен мені көрмейсің ғой, кереметті мендегі. Түсінсеңші, сарсан бол бар пендені. Қалай бұл? Зор, Білмеймін,
короче, брат. Өзің көрші, бұндай қазір модада емес сияқты бұндай. Мына бір мәселе. Түсінсеңші, сарсам болған пендені. Нұрхан аға, заттар топырлатып бір шетелдік біреу жеткіздім, ақшасын сыпырмаған жоқсыз ба? Жоқ, құдай сақтасын. Қалай құр жақсың ба? Жақсамын сені. Жақсы өзің бас. Короче ше, барда жоққа 10 мың теңге сатып қойған ғой. 10 мың теңгем жоқ. Продукт аламын деп үйге анау мынау аламын деген 10 мың теңгем ғой. Жоқ, таппай қалдым сол 10 мың теңгем. Ұрлап кеткен ба? Ұрлап кеттім ба, білмеймін қалай кетіп қалғанын. Бірақ қарсы бері қарсы, ол 10 мың теңге қайта өзіме бұйырып тұр ғой. Майға заправкаға барамын ғой, май құйға. Ішіне кіріп қалса, ішіне айтпай айтады ғой. О, құтты болсын, сіз миллионшы клиентсіз 10 мың теңге өттіңіз дейді қарсы. Өзім 10 мың теңге өзіме қайта беріп тұр ғой, көрдің ба? 10 мыңға осынша зат алғансыз ба? Жоқ, клиент заттар, аңдау заттар ғой. Жақсы онда Нұрхан аға. Топта давай, аман бол. Сезбейсің ғой, Асел, сен мені. Көрмейсің ғой, кереметті мендегі. Түсінсеңші, сарсан болған пендені. Түсінсеңші, ақыл ойын кембеді. Қалай? Сезіп тұрмын, түсініп тұрмын, бірақ қарызға бере алмаймын. Әпше, мен нан аласайын деп Нан ана жерде тұр. Міне, 150 теңге. 150 теңге. Міне шо. Қыз ойлады жылтырақты алтынды, қалағаны тек аппақ көйлек. Қыз ойлады жылтырақты алтынды, қалағаны тек аппақ көйлек, аппақ көйлек, Братан, олар хабарласты, ертең стрелка деп жатыр. Олардың стрелкасына жалғыз барамын ғой мен. Стоп, снято, жігіттер, молодцы, келесі 6 серия өтеміз. Айтпақшы, құрметті достар, біз 6 серияны түсірмей жатып, сіздер біздің айту каналымызға кіріп көре аласыздар. Және де дәл осы 5 серияның астына ең қызықты, ең күшті комментарий жазғанға біз өз спартикларымызды тарту ететін боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік.